Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін Hyundai Accent 1.6 2014 Kia Rio моторларында қалай дроссельный заслон тазалау керек екені туралы видео. Ең бірінші махинация үшін аккумуляторды алып ағытып тастаймыз и дальше жұмысын жасаймыз. Ал егер осы видеоны көріп отырсаңыздар, сіздер үй жағдайында нәрсе жасап жатыр. Ал бастаймыз. Ең бірінші құрал саймандар, обязательно карп, керек заттар. Ең бірінші правило асықпау керек. Если үй жағдайын жасап жатсаң, ең басты асықпау керек. Так, дальше воздушный фильтр аламыз. Мына жерден шешеміз. Көбіне осы жерден шешкен оңай болады. Мен өзім осы жақтан шеше саламын, чтобы нам полный алып тастағанға. И мына жерде үстінде 2 болт, астында 2 болт. Және мынаны шешеміз. Мына жерде мынаны. Осын шешеміз. Мына біреуді өзің білесің, негізі шешсең шешпесең, чтобы тазаланған қайда болсын. Вот көргендеріңізден мынаны шығарып тастадым. Мынаны шештім фильтрді и заслонканың түбінен босатып жатырмын уже. Так, воздушный фильтрдің гофрасын алып тастадық. Примерно визуально қараймыз, не вот. Вот. Уже почти қарайған. Так, ендігі мына жерден айтқанда жаңа винттер босатып аламыз. Мынаның астында біреу бар. Вроде, астында біреу бар. Сосын мына біреусін босатамыз. Так, болды, шешіп салып винттерді. Дроссель бос тұр, чтобы тазаланған қайда. Астында 2 шлангысын қалдырдым. Бұл аяқ тазалауға болады. И обязательно, желательно моторның несін жабылса керек. Тряпка или перчатка, что қолда бар нәрсемен. И жаңа болттарыңыз обязательно осы жақтан қойып қойыңыздар, чтобы жоғалып кетпеу үшін. Енді карппен тазалай береміз, шаша береміз. Так, дросселімізді тазалап болдық, заслонканы. Кетпеген жерлері бар. Примерно. Карпты қалай жуғанын көрсеткен жоқпын, оқиды ештеңесі жоқ. Қарайын кеткенше шаша бересің. Қолмен, кейбір жерін қолмен қоласың кетіп қалады. Чуп-чуп. Енді тура шешкен бағытпен қайтадан жинаймыз. Және жинамас бұрын мына жерде резинканы да тоже қарап аламыз. Мына жерде кейбір резинкалар кейде жыртылып кетеді, мына резинкалар. Содан да подсос воздуха болуы мүмкін. Нормально сияқты. Мына жерде резинканы тоже қарап қойыңыздар. Одан кейін жаңа дроссель тазалаған кезде мына осы орынға пакет или какой-то материал қоя салған дұрыс болады, что дроссель тазалаған кезде кір бірдеме, фишка бірдеме деп көрсетпеу үшін. Одан бірінші рет жасап жатқан кісілер болса, мына болттарды прям қатты тартудың дым қажеті жоқ. Примерно қолдың күшіне, көзімен түсінде қай тартасыңдар. Одан біріншіден резбі кетеді. Екіншіден келесі жол шешетін кезде шешілмей қалып түседі. Примерно болдау дегенше. Прям қатты тартудың дым қажеті жоқ. Так, жинап тастадық бәрін. Примерно бір визуально қарап аламыз, что ештеңе қалқамау үшін. Бәрі қосылып тұру үшін. Кейде вот асығып жүріп ұмытып кетеміз ғой, сол үшін ең бастысы асықпау керек. Так, бәрі қосылды. Так, бәрі все. Енді главный вопрос, қалай адаптация жасаймыз.